Құрметті жергілікті тұрғындар, сіздердің назарыңызға 2025 жылдың 21 қараша 9 желтоқсан аралығында Қалқан 2025 біріккен шекаралық операциясының өткізілуі жоспарлануда. Бұл шара еліміздің мемлекеттік шекарасын қорғау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және заңсыз әрекеттерін алдын алу мақсатында ұйымдастырылуда. Операция барысында шекара қызметкерлері мен құқық қорғау органдары күшейтілген тәртіпте қызмет атқарады. Ауыл аумағында әскери техника немесе қызметтік көліктердің қозғалысы, нарядтардың жаяу патрульдеуі байқалуы мүмкін. Бұл жоспарлы әрі заңды іс-шаралар. Сіздерден сұранамыз, белгіленген ережелерді сақтаңыздар. Құжаттарыңызды өзіңізбен бірге алып жүріңіздер. Бөгде күдікті адамдарды немесе әрекеттерді байқасаңыздар, бірден шекара қызметіне хабар беріңіздер. Ағымдағы жылдың 17 қыркүйегінен бастап Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің номері 392 және номері 394 баптары бойынша жауапкершілік айтарлықтай күшейтілгенін естеріңізге саламыз. Бұл баптардың бұрынғы редакциясындағы жауапкершілік шағын ауырлықтағы қылмыс санатына жататын еді. Ал енді өзгертулер бойынша орташа ауырлықтағы қылмыс деген мәртебеге көтеріледі. Қоғамымыздың заң бұзушылықты азайтуға бағытталған бұл қадам заң үстемдігін нығайту мен қауіпсіздікті сақтау жолындағы маңызды кезең. Бұл барлығымыздың қауіпсіздігі үшін қажет. Түсіністік пен қолдауларыңыз үшін алғыс білдіреміз. Мемлекеттік шекара халықтың тыныштығы мен елдің тәуелсіздігінің нышаны.